Саламатсыздар ма? Қайырлы күн болсын баршаңызға. Сіздермен бірге дәмді ас каналы. Кешкі асқа осындай бұрышпен, болгар бұрышымен фарш салып дайындаймыз. Фаршымыз 1 кило фаршты алып, 250 грамм пиязымызды турап майдалап, алдын ала бұқтырып қойған күрішімізді саламыз. Бізде ол 1 пиала, кішкентай 1 пиаламен күріш бұқтырып қойған. Үстіп салып, араластырамыз. Өзіміздің қалауымызша тұзымыз саламыз. Бұрышымызды салып, әрине өз қалауларыңызша саласыздар. Тұз бен бұрышты үстіп перецтің ішіне салып, осылай дайындаймыз. Мен перецтен осылай ұңғыма жасап қойып жатырмын. Ішіне толық тығып жатқан жоқпын. Осылайша ортасын міне ойық қып қоясыздар. Осылай күшті әдемі піседі. Мен перецтерін біркелкі емес, әртүрлі. Біреу дәу, біреу кішкентай. Оған көңіл бөлмей ақ қойыңыздар. Сіздер біркелкі алсаңыздар болады. Мен үйде осындай қысқа дайындап қойған болатынмын. Әртүрлі перецтерді ішін тазалап, әдемілеп бір-біріне кигізіп, осылайша морозильникке салып қойған болатынмын. Тоңазытқыштың жаңағы несіне, аяз бөлігіне салып қойған болатынмын. Енді өстіп сковородкада мен осындай сәбіз бен пиязды қуырып дайындап алған болатынмын. Енді қазанымызға салып, қайнап тұрған суымызды құямыз үстіне. Өздеріңіздің қалауларыңызша құясыздар. Осылайша кішкене жартылап қиып алып, тұз салып, жарты қасық тұз салдым мен, ас қасық. Үстіп енді болгар перецтерімізді орналастырып аламыз. Жаңа фарш салынған болгар бұрыштарымызды үстіп ақырында осылай орналастырып аламыз. Бір алдымен қазанға жинап алып, одан кейін салсаңыздар болады. Зажарка мен суды мен осылай дұрыс қой деп шештім. Үстіп ақырындап саламыз, тығыздап тұрғызып, бәрін осылай орналастырып қоямыз. Перецтер мен батпай қалды. Үстінен тағы да шамалы су құямын. Суды қайнатып, дайындап тұрсаңыздар болады, жылдам дайын болу үшін тамақтарыңыз. Қазанды жауып қоямыз, қайнағаны күтіп, міне қайнады мен қазаным. Енді піскенін күтеміз. Піскен кезде иісі шығып, әдемі болады. Әр жерде әрқалай айтылады, голубцы дейміз, фаршированный перец дейді. Болгар бұрышы, фаршталған болгар бұрышы. Қазақша енді солай дұрыс болатын шығар. Міне тамағымыз дайын. Менімен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге болған дәмді ас каналы. Пікір жазып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Өте дәмді тағамыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.